Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының негізгі идеяларының іске асыру мақсатында рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру тұжырымдамасы әзірленді. Онда ауқымды өзгерістер арқылы әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіру мақсаты атап көрсетіледі және қоғамдық сананы озық жаңғыртумен сүйемелденуі тиіс. Көптеген проблемалар үлкен, жаһандық әлем тез өзгеріп, бұқаралық саны үй аясында қалғандығына байланысты туындайды. Мемлекет пен қоғамды дамытудың бірнеше жолдары бар. Олардың негізгілері сананың ашықтығы немесе консерватизм болып табылады. Алайда, екінші жол әрқашан тоқтап қалады. Қазіргі уақытта жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру үшін қоршаған әлемге қызығушылық таныту. Инновацияларды қазіргі жағдайда жақсарту тәсілі ретінде қабылдау. Шығармашылық ойлау және қоршаған әлемнің сан қатерлерін үнемі жеңуге тырысу қажет. Тұрақты өзгерістерге дайын болмай және жаңа нәрсе іздемей, адамзат ешқашан процеске, дамуға ұмтылмас еді. Өмір үлкен географиялық ашылулар, жаңа өнер табыстар дәуірінсіз өтетін еді. Және сіз ғарышқа ұшуды армандай алмайсыз. Сананың ашықтығы бұл тек жаңа нәрсені қабылдау ғана емес, сонымен қатар одан да барынша пайда алу. Жаһандық әлемде аймақта немесе жеке елде не болып жатқанын көру және түсіну оңай. Тек қабылдаудың ашықтығы бар екендігімен келісіңіз. Саяси немесе экономикалық блоктағы жағдайды талдап, деректерді елдің игілігі үшін пайдалануға болады. Сананың ашықтығы сананың кем дегенде 3 ерекшелігін білдіреді. Біріншіден, үлкен әлемде не болып жатқанын, сіздің еліңізде не болып жатқанын, планетаның бір бөлігінде не болып жатқанын түсіну. Екіншіден, сананың ашықтығы бұл жаңа технологиялық қалыптағы өзгерістерге дайын болу. Ол таяудағы 10 жылда біздің өміріміздің орасан зор қабаттарын жұмыс, тұрмыс, демалыс, тұрғын үй, адами қарым-қатынас тәсілдерін өзгертеді. Үшіншіден, басқалардың тәжірибесін қабылдау, басқалардан үйрену мүмкіндігі. Екі ұлы азиялық державалар, Жапония және Қытай, пластикалық асуы осы қабілеттерін дамыту. Қазақтардың 1000 жылдық тарихы мен бүгінгі жеңістерін қалай байланыстыруға болады? Бытыраңқы артефактілерді елдің бір тұтас тарихына бай өткенімен қалай байланыстыруға болады? Жауап 1. Ұлы даланың 7 қырын тек ұжымдық қатысу, ашықтық және адамзаттың үздік жетістіктеріне бейімділік арқылы ғана көруге болады.